Жезқазған түсмет өнеркәсіп басқармасы қарасты кәсіпорындарда өткен жиындарда ЖТМ активтерін дербес заңды тұлғаға беру мәселесі бірнеше рет талқыланған болатын. Жаңа жауапкершілігі шектеулі серіктестік құру тәртіптемесі алдымен өкілетті органмен келісілуі тиіс. Соған қарамастан қазақмыс басшылары өз қызметкерлерін алдағы жоспарланып отырған өзгерістерден осы бастан құлағдар ету туралы шешім қабылдады. Когда уже все утвердится, нақты бекітілгеннен кейін сіздерді тағы бір рет шақырып бәрін жақсылап түсіндіріп беремін. Жеке өзім келіп түсіндіремін. сам лично все буду объяснять. Жезқазған түсмет кәсіпорнының активтерін дербес заңды тұлғаға беру таңсық құбылыс емес. Мұны қазақмыста жүріп жатқан қайта құрылымдау процесінің жалғасы деуге болады. Біз бұл бағдарлама туралы алдағы шығарылымда жан-жақты әңгімелеп береміз. Бұндай шара қазақмыста бұрында жүргізілген болатын. Оған Қазақмыс Бозшакөл, Қазақмыс Энерджи, Қазақмыс Сметинг және тағы басқа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мысал бола алады. Дербес шығарылған нысандардың бәрі де бұрынғыша топ құрамына кіреді. Бұл өндіріс алаңдарының өнімнің өзіндік құнын қалыптастыру, салық пен операциялық шығындарды оңтайландыру, операциялық емес шығындарды төмендету саласында атқаратын жұмыстарының ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған. Давая нам самостоятельность, выводят на новый уровень. Бізге еркіндік бере отырып, өндірісті жаңа деңгейге көтеріп жатыр. Барлық келісім шарттар мен контрактілер Жезқазғанда бекітіледі. Жұмыс ашық жүргізіледі. Вся прозрачность будет здесь. Чтобы эти средства все осели именно в Жезқазгане. Қаржы корпорация ішінде шашырамай Жезқазғанда қалу тиіс. Ол жеке есеп шотқа түседі. Бұл ақшаның бәрі осы жерде игеріледі. Осваиваться здесь. Өндіріс қайта ұйымдастырылып, жаңа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылған жағдайда көп өзгеріс бола қоймайды. Атап айтсақ, тек еңбек келісім шарты ғана. Соның ішінде жұмыс берушінің атауы ғана өзгертілуі тиіс. Келісім шартта көрсетілген еңбек ету шарттары өзгермейді. Қалай болғаны да ЖТМ кәсіпорнында өндіріс персоналын қысқарту, еңбек жағдайы мен жалақы деңгейін өзгерту жоспарланып отырған жоқ. Вывод в юрлицо не связано ни с какими рисками для вас.